ендігі видеода біздер ноутбукке дополнительный жесткий диск, қосымша жесткий диск немесе SSD форматында дискілерді қойысуды үйренеміз. Ол үшін бізге арнайы құрылғы керек болады. OptiBay деп аталады. Яғни ноутбуктың дисководын қосымша жесткий диск салуға арналған слотқа айналдыратын осындай бір құрылғы бар. Суретте көрсетіліп тұрғандай. Бізге енді эксперимент үшін қазір Lenovo IdeaPad 310 модель. Соны эксперимент ретінде қолданамыз. Так, алдымен біздер дисководтың шурупын аламыз. Себебі бұның орнына біз қазір жесткий диск саламыз. Енді екінші біздер жесткий дискіні орнын босатамыз. Бұнда ол оңай, тек бір шуруппен ғана ағытылады. Абайлап алып аламыз қабығын. Және жесткий дискіні аламыз. Жесткий дискінің жанында қапталған уплотнителі болады арнайы. Соққыны сездірмес үшін, соққыдан сақтау үшін. Соны алып тастаймыз. Және біз дисководты да алып тастаймыз. Енді біздер бұрынғы жесткий дискінің орнына SSD форматында дискіні саламыз қазір. Бұның орнына қайтадан дополнительный жесткий диск салуға болады, үлкен объемдағы, ол өзіңізге байланысты. Бұл жердегі шаруамыз бітеді біздің осымен. Оны жауып тастаймыз жесткий дискінің орнынан. Ендігі кезек жесткий дискіні өзіндегі OptiBay'ге орналастыру. Ешқандай қиындығы жоқ, саласкымен тұрады. Және шетінен шуруппен бекітіледі, орнынан қозғалып кетпес үшін. Және біздің ноутбугымыздың сыртқы бейнесі әдемі көріну үшін бұрынғы дисководтың беткі қабығын алып, пластик қабығын OptiBay'дің устройствоның бетіне салуымызға болады. Сол кезде сыртқы бейнеміз өзгермейді. Дисководтың өзі тұрған сияқты болып тұрады орны. Бірақ сәл сақ болу керек, себебі бұл пластиктен жасалғасын әлсіз сынып кетуі мүмкін. Мұқият салып қоямыз, орналастырып міне біздер салынды. Енді бұрынғы дисководтың шетінде тұрған арнайы бекіткіш құрал бар. Соны OptiBay'дің шетіне бекітеміз. Жұмысымыз осымен бітеді. Орнына саламыз дисководтың орнына. Шуруптарын бекітеміз. Енді қосып көрейік. Міне көріп отқандарыңыздай, Samsung SSD деп тұрған бұрынғы жесткий дискінің орнында тұрған жер, және екінші дисководтың орнында қазір жаңа жесткий дискі тұр.